Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да мен Сико Кейсет, және де біз бүгін сағыз адамдарды ойнайтын боламыз. Біз, яғни бірінші бөлімде дәл осы жерге жеткен болатынбыз. Енді дәл осы жермен сынадан кішкене астық, және де мен болсаға қойдым. Сосын бір нәрсе істеп жатқан кезімде менің телефоным лагать етіп, өзімен өзі видеоны аяқтап тастады. Сол үшін кешегі видеода мен сіздермен қоштасып үлгермей қалдым. Қазір ондай лагать етіп, бүйтіп өсіп қалмайды деген ойдамын. Достар, енді біздер сол үшін қайта түсіріп жатырмын. Енді және де достар, лагать еткеннен дәл біздің жеткен жерімізден артқа да қайтарып жібердім. Музыканы өшіртсеңші. Түсінмей жоқ, бұл емес. Короче, таппай қалдым қайсы екенін. Музыканы өшіретін. Короче, настройка деп тұру керек еді, қазір таппай қалдым. Достар, және де бұны яғни жастыртқыларыңыз келіп істеп жатсаңыздар, оны сіздер менің бірінші мемнен көре аласыздар. Бірінші істеген серияны. Сол үшін бірінші серияны да көріп кетеміз. Және де олардан да бастысы сіздер каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басу. Достар, короче, деген неке біз мына жерді істедік, мәргетін әкелдік. Ұстаймыз да, енді қаққымыз бастысы. Сен құлап қалсаң барлығы қойдым. Коровкада, коровка қалсаң шығара алмай жүресің. Неге құлап қалдың сен? Құлама деп айттым, мен саған сағыз адам. Достар, және де мен мына сағыз адамнан кішкене бір скин өзгерттім. Нисат екенін комментарияға жазып беріңіз. Неге бір көрсетіп жіберейін, қараңыздар. Алдында көрсетіп жіберейін. Алды көрінмейді. Сол үшін алдын көрсетпей қойын. Неге? Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Және де оны босаға қойып, дәл қазір комментарияға жазып бердіңіздер. Жаздыңыздар ма? Бұл сен не қойсың? Тез жаз. Жарайсың, жазды ма? Енше мен жауабын айтайын. Достар, егер де адамның қолына мұқият қарасақ, түсі өзгерген адамның қолының түсі. Және де мен нәрде лайфхак көрсетем. Енді бұны лайфхак деп айтуға келмейді. Бірақ сонда да кішкене оңай болады. Маған мінгізген соң түсі былайынан жылжытып жүрмейсіздер. Ол қалай екенін қазір көрсетем. Достар, мен енді осыдағы барлық кезеңді өтпеймін. Себебі барлық кезеңді өтетін болсаң, қасыңа адамдар керек. Осы соңғы кезеңдері. Сол үшін барлығын өтпеймін. Короче, коронавирус біткенде қыздардағы достарымның үйіне барғанда солармен түсіретін шығармын. Егер де олардың телефонын көтерсе, олардікі негізі менің телефонымнан нашар. Себебі олардікі G2, G3, ал менікі G4. Барлығымыздікі де Android, Samsung, сондай бір ұқсайтыны. Әрден бұлайын секір болып кете салайық. Өнеден ана қоямыз да. Достар, менің айтқан лайфхагым былай ғой.
Короче, осы бізге жетеді. Жасап жеткен. Ой, жетпейтінді. Достар, жетпесе біз қайтадан апарамыз біз бұны. Е-майы, мана бойының шылшықтық қойып. Жоқ, үйді болғанша мен мана дәл ортасына қойып қойын. Бір нормальный етіп түсетін екі жақтан да. Осы жерден екі жақтан да жетеміз деген ойдам. Кішкене аяқтан жетпей алсақпыз. Вот. Енді жетеміз деп ойлаймын. Бірақ та көру керек енді. Жетпей қалуымыз да мүмкін, жетеміз де мүмкін. Нейсе, коробка болмаса, екі жақтан да жетеміз әрине. Бізде бірақ та коробканың кесімінен жетпей қалуымыз да мүмкін. Жоқ бұл. Менше біз бүйтеміз, аяқты жоқ болса. Имам, ташта бассай. Оның шөлі, қақылының өтсіне қорып қойды. Так, достар, және де мен деген ол құлсарға бармай-ақта істей едім. Достар, енді кешіңіздер, телефоным лағайып кетіп кетті. Енді лағайып кеткенде өйстіп өтірік заттар шығады. Кешіңіздер, оған мән бермей қойыңыздар. Және де біз ертең секіреміз енді, жетеміз деген ойдамыз. Достар, қалай еді? Секіреміз, жетеміз деген ойдамыз. Бірақ та жеттік біріншісіне. Екіншісіне де жеттік. Ал енді біз мынаның аяққа қоямыз да. Секірдік емес. Қоймайды. Дұрыстап қойшыш, не қойып көмесіға. Өмірмен коровка ұстап көмеген сияқты, мен қырағыз адам. Әлде ұстап көрдім. Ұстап көрді. Аяқтағы кесімде. Надан бұрынғы кесімде ұстап көрді елді. Және де біз келесі кезеңге кеттік. Емай, мынаны қашып кеткен. Загрузка аяқталды десек те болады. Неге біз енді мынандай кезеңге жеттік. Короче. Достар, мен мынадан көптеген лайфхактар білемін. Неге десеңіздер, мен мына ойынды бұрын ойнадым. Әрі мен деген бұрын ойнағаныммен қоймай, қырған ютуберлерден көрдім. Соның бір лайфхакты қолданып жіберейін. Бір лайфхак арасындағы қазір оны тауып алуымыз керек. Ол қайсы тас екенін. Так, сынам екен? Жоқ. Походу мынау болу. Жоқ, бұл емес. Қайсы тас сонда бұл? Мен айтып тұрғам. Міне мына тас деді. Не қараңыздар, мына тас. Короче, өйстіп тұрады бұл тас. Өйстеміз де. Достар, кішкене күте тұрыңыздар. Достар, мінекей мен қайтып оралдым. Және де біз ары қарата жалғастырамыз. Достар, енді нәрде қолы қисайып қалды мына сағыз адамның. Оған мен бермей қойыңыздар. Достар, қараңыздар, біз анандай жерді тастап кеттік та. Аяққа жетпейтін сақымыз да. Жетпейміз. Бұрын ойнағанда есімде қапты. Жетпейтініміз. Қолмен аяқ көтеріп қойған ма? Қаққалыға алдық. Достар, мінекей әрге дейін жеттік. Уже видеоны бастаған нұсқа 9,5 минут болыпты. Достар, көрдіңіздер ме, қалай ұстап қалдым? Бірақ та сонда да жетпей алып тұрып ұстап қалсақ. Достар, жетпей қалсақ та міндік әйтеуір. Так, ана жерде короче мынандай сат бар екен, бұл не сат екен, қарай жүрек. Так, қаяқта видео.
ешқандай видео көріп тұрғаным жоқ. Жарайды, қоя салайықшы. Мынаған мінеміз біз, және де мынаған мінеміз. Міненен кейін әрине мынаған мінеміз. Достар, мінеки барлығына да міндік. Ана жерде тағы біреу жатыр екен. Достар, біз неғып ана жерден сразу мына жаққа мініп кетпедік? Неғып жүрміз? Ана стоп керек видео шығатын шығады. Жоқ, шықпайды. Короче, жарайды. Бұл ештеңеміз, себебі мен бұрын ойнағанымда бұндайларды көргем. Негізі мен неғып бұларды неғып ұстап жатсың деп ойласаңыздар, бұрында көрсең деп, бұрында ойнағанда көрген неге қайтадан қарап отырсың деп айтып отқан шығарсыздар. Ендеше айтып кетейін, сіздерді де көрсін деп. Достар, жаңа ғана 9 минут өтті, қазір 11 минут болып кетті бастағанымызға. Осы сохранение болды. Мынаны деген енді апарамыз ар жаққа. Жолды ашуымыз керек қой, себебі до конца баптың ашуымыз еді. Неге келдім, неге қазір жететім екен, қарашы өрем. Достар, жетіп кеткем. Түсіндім, достар. Көрдіңіздер ма? Наяқта бойысты тақап жатып, бізде мынандай жер тұр. Қараңыздар, баспалдақ. Бірінші мынаған мінеміз, мына вагонға мінеміз, және де вагоннан да биік тұрған ана неге мінеміз. Короче, құмба, таспа, қатып қойған құмба, соған. Мынаған мінеміз, және де мынаған мінеміз. Және де біз мынаған секіргенде смело жетеміз деп ойлаймын енді. Әйтпесе басқа проход таппадым мен. Жеттік. Молодцы, сағыз адам. Хорош. Ё-моё, достар, көрдіңіздер ма? Құлауға сәл ғана қалдық қой. Ё-палки деймін. Стап жете алмаймыз. Ендеше аяқтан бастап мінеміз біз. Достар, мен естедім. Қолымызды көтереміз да жүгіреміз. Секіріп қоямыз да, және мәсіған қолымызды көтермей-ақ жеттік қой біз. Достар, құлауға құттай қалғанда өзіміз құтқарып қалып отырық. Так, қолымызды көтеріп қояйық. Көтеруге күші жетпейін. Мәсіған, көтеріп алып. Бірақ аспанда тұра көтеріп. Өстіп секіреміз біз. Себебі қайтадан аяқтан түсіп жүруге уақыт жоқ. Өстіп қолымызды көтереміз де жүгіріп барып секіріп қаламыз. Опа, хорош. Достар, міндік. Бір шауыспай алғаныз. Сағыздың өзі шауыспай ойлық қой негіз. Бірақ, айтпақшы, мынаның бірақ өзі шауыспай. Себебі үстінде киім тұр. Ё-моё, секіріп ұнамайсың. Секіріп ұнамайсың, жарайды. Жүгіреміз, секірмей алып, достар, менің персонажым, яғни мынау бір персонаж. Неғып кеткенін білмеймін, секірмей алып. Негізінде адамның күшті болған жоқ па? Киімі нау, тісі нау, шапқысы нау. Жалпы мына адамның киімі өзі ұнамаса, смело лайкты басып жіберіңіздер. Достар, мен деген бұйыртса
эфирде Sandbox деген ойынды да түсіретін болам. Ол қандай ойын деп ойласаңыздар, мен оны айтпай қойын. Короче, ағылшынша былайның ютубқа жазыңыздар. Эфирде Sandbox деп. Емай, жете алмай жатыр қой. Короче, мен жеткеннен кейін жалғастырам, әйтпесе ұзақ болып кетті видео. Достар, мінекей мен қайтып оралдым, және де мен вагонеткеге мініп, нәрге де мініп қойдым. Себебі вагонетка қисық тұрған соң құлап кете ме деп ойладым да. Қазір сохранить болды. Ана жерде бір үй тұр екен, қазір бұл не екенін көретін боламыз. Так, секіріп барайықшы. Короче, есік тұр екен. Айналасын көріп шығайық бірінші. Бірақ та көрінмейді екен да. Бірінші үйдің үстіне шығамыз біз. Үйдің үстіне шығамыз. Достар, мінекей біз үйдің үстіне шықтық. Достар, қараңыздар, үйдің үстіне неткен керемет деп қуатсың да. Ё-майо, жарайды, енді ішіне кіріп көрейік. Біз деген үйдің есігін ашамыз. Ё-майо, мынаның сыртқа ашылған жаман көп. Бірақ сонда да жылдамашымыз. Жаспын. Мен деген телевизорды өзімнің үйіме алып кетем. Қош. Қой. Мен одан да колонканы алып кетейін. Менің үйімдегі телевизорды дыбыс шықпайтын колонкаға байланыстырады. Құлап кеттім. Ё-майо. Бірақ та мен шынымен секіріп кеттім. Ол жақта. Қонды. Немене секіріп кеттім. Одан да жүрмейін ба? Рахаттанып. Еще терезені сындырып тастағансың ғой. Ана енді найдың есі келмей тұрғанда туалетіне тығып қойып. Туалет екен. Ой! Жаман екен. Ебай, қолым жаман ұрып тұр бар ғой. Ауырып кетті тағы. Емай, қолым ауырып жіберіп кетті. Загрузка болады. Емай, тезірек болсайшы, загрузка. Болды. Достар, неге қараңыздар, біз мынандай жерге жеттік. Енді мына жерді де 2 адам болып ойнау керек, 2 немесе одан да көп етіп. Бірақ та мен сонда да бір өзім сіздер үшін ойнап көруге тырысатын боламын. Біз деген мына жерден аяқтай салмаймыз. Біз деген бірінші мына есіктің ар жағына жеткеннен кейін аяқтайтын боламын мен. Жарай ма, достар? Біз деген мына жерді лайфхак қолданамын деп. Так, ана терезені сындырып көрейік шын ағашпен. Деп жазып қойдым. Не деген қатты терезе сынбайтын. Короче, сынбайтын. Менше біз есіктің ағаштарын алып кейіннен кіреміз. Солайынан кіреміз. Әйтпесе, мынаның терезесі оригинал. Хоппа деп кіреміз де. Хоппа деп лайфхакпен кіріп кетеміз. 2 ағашының. Осымен біз осы жерден видеоны аяқтаймыз. Біз келесі серияны дәл осы жерден бастайтын боламыз. Енді кешіріңіздер, кейбір өтірік заттар шығып кетті. Сол үшін барынша кешіріңіздер. Ровно 19 минут жарым.